Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі сыр перне хабарының қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы Мақсат Қожабаев. Мәке, хабарымызға қош келдіңіз. Бұл лауазымды қызметке Жамбылға жаңадан келіп жатырсыз. Енді осыға дейінгі көрермендермен жақынырақ танысу үшін азап-азап өзіңіздің еңбек жолыңызды айтып берсеңіз. Құрметті көрермендер, мен өзім 1974 жылы оңтүстік Қазақстан облысында Сарыағаш ауданында Абай ауылында дүниеге келгем. Сол жерде мектепті бітіріп, Қарағандыда жаңағы жоғары оқу орны, сол жердің Қарағанды университетін бітіріп, содан прокуратура саласында еңбек жолым сол жерден бастадым. Шымкент қаласында сол қалалық прокуратураның бөлім прокуроры болып, сол жерде сол бөлім бастығы болдық. Одан ары қарай Түркістанда істедім. Сол Түркістан қаласының прокурорының орынбасары болдым. Одан ары облыс прокурор, басқарма бастығының орынбасары, басқарма бастығы болдық. Сарыағаш ауданында прокурор болдық. Оңтүстік Қазақстан облысының табиғат қорғау прокуроры болдым. Содан қайтадан Сарыағаш ауданында екінші рет прокуроры болдық. Сол одан ары Оңтүстік Қазақстан облыс прокурорының орынбасары болып, сол 2 жылға жақын уақыт істегеннен кейін Алматы қаласының прокурорының орынбасары болдық. Содан кейін Шығыс Қазақстан облыс прокурорының орынбасары болдым. Сол Шығыстан Қызылорда облысына қаржы полиция саласында департамент басшысы болып, сол жерге 2012-де ауысқан жағдай болды. 2 жыл 9 ай қызмет істеп, міне бүгінгі күнде осы Жамбыл облысының өңіріне келіп қызмет жасап жатырмыз. Әке, құқық қорғау органдары саласыңыздағы бай тәжірибеңіз бар екен. Жақсы, енді көрермендерге кішкене түсінікті болу үшін айтайын деп отырмын. Енді бізбен қызметіміз енді қалай болғанда да осы елдің арасында енді сіз келген қызметті айтып отырмын. Бұны қаржы полициясының үшін аты үркітетін аты бар еді ғой. Өзінің қауқары, пәрмені бар, стилі орныққан сала. Енді сіздер қазіргі бұл саланың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жағы бұрынғы мемлекеттік имиджді қалыптастырып жүрген мемлекеттік қызмет істері агенттігі сол органмен құзырмен бірігіп отыр. Ендігі жұмыс қалай болмақ осы жерде? Екеуі біріккен кездегі. Оның стилі, доминанты не болмақ? Бұл жерде енді мен айтып өтейін. Әрине, қаржы полиция органының қызметкерлері өзінің бір кәсібилігімен әрқашан сол бір алда болып жүрген қызметкерлер болды. Қазіргі мемлекеттік қызметпен біріккен мекеме құрылып, агенттік құрылып, оның аумақтық департаменттер құрылды. Менің өзім пікірімше ойлаймын, бұл өте дұрыс шешім қабылданған елбасымен. Себебі әрине біз қазіргі таңда халыққа, елге жақын болуымыз керек. Біз ашық болуымыз керек. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы күресінде сол халықпен бірге, елмен бірге жұмыс жасауымыз керек. Сол үшін мен өзім сол пікірім, бұл өте дұрыс шешім қабылданған. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда талап қоюдың алдында бірінші сол талаптың кім не қылады? Біз сол халықпен бірге жұмыс істейміз. Сондықтан сол біз әрқашан сол халықпен бірге ашық болу үшін қазір білесіздер, жаңа девизіміз бар. Біздің міндет халыққа қызмет деген. Сондықтан ойлаймын, осындай дұрыс шешім қабылданған деп. Дұрыс қой енді. Қай қоғамда болатын болсын, ең бірінші жегідей құрттай болып көрінетін өзі сыбайлас жемқорлық, коррупция деп айтамыз ғой. Оған барлық дамыған өркениетті елдерінде мұны күрес бірінші жолға қойылады. Оның ішінде халыққа қызмет ететін мемлекеттік қызметкерлер енді жасыратын ғой, халықтың жинаған салығымен қызметшісі, халықтың қызметшісі болып отырған адам енді. Осы жерде тағы да не сұрайтын? Сіздердің агенттіктің басшысы Қожамжаров мырза бір сөзінде айтқан болатын. Бұрынғы қаржы полициясында қызмет ететін 20% ғана осында қалады деген. Осы мәселе Жамбыл облысында қалай шешіліп отыр? Шынымен де 20% отырмыз ба қазір? Мына қазіргі мен бұрынғы қаржы полиция департаментінде бұл жерде 151 қызметкер жұмыс жасаған. Соның қазіргі таңда жаңа департаментқа 30 қызметкері ауысты. Оның өздеріңіз білесіздер, жаңа сол 20%-ын құрап отыр. Қалған орындарға жаңағы конкурстық не жарияланып, сол мәселелі процедуралар жүріп, жұмысқа қалғандары конкурспен қабылданады. Бүгінгі таңда департаменттің құрылымдық штаты 111 адамнан құрайды. Оның 71-і құқық қорғау саласы бойынша жұмыс жасайды, 40-і жаңағы мемлекеттік қызмет саласы бойынша істермен байланысты сол жалпы 111 адам болды. Айтыңызшы, осы салада көптен бір қызмет істеп оласыз құқық органдарда.
Да, осы органда қызмет істейтін адамға қандай талап қылады? Мына критерий өлшемдері қалай? Бұрын айтады, кәсіби шеберлігі мықты болу керек, ар ожданы болу керек, ар ұят деген нәрсені қазақ өзі айтады ғой, аспанда құдай бар, жерде ар ұят бар екенін білу керек деген. Мен де ойлаймын, осы орган қызметкерлеріне бұл талап тіптен қатал болу керек деп. Біріншіден сол органда істейтін адамдар кімдер болу керек олар? Олар енді әрине бірінші жаңағы жоғары кәсіби деңгейі болу керек. Потом ары қарай жаңағы заңдылықты жақсы білетін, заңды жақсы білетін тұлғалар болу керек. Мәдениеттік және қарапайымдылық стильде жұмыс істейтін қызметкерлер болу керек. Біз енді қазіргі таңда төрағаның талабына сай бәріміз жаңағы қарапайымдылыққа бәріміз сол департамент қызметкерлері бәрі жүріп тұру әдебі, этикасы деген бәрі бар ғой. Бәрі болу керек. Мысалы мен өзіңіз ойлаңызшы енді, сол саланың орган қызметкері енді ел қарайтын сала ғой. Сіздер өздеріңіз бақылау жасайтын, бірден бір бақылау жасайтын осы орын. Енді басқа да құқық органдар бар ғой. Мемлекеттік қызметші, егер оның астында өте қымбат көлік болатын болса, үстіне киетін, қолына тағатын сағаты өте қымбат болатын болса, бұл қалай болады деп ойлайсыз? Олай болу мүмкін емес пе сіздерде? Бізде енді біз бәріміз өткенде қол қойдық осы қызметке келгеннен, басшыдан бастап жаңағы рядовой сотрудникқа дейін бәріміз қол қойдық. Әрине мінетін машинамыз 2900 айлық көрсеткіштен аспау керек. Сондай жаңағы қолымызға тағатын сағатымыз жалпы айтқанда былай $1000 аспау керек. Сондай ограничениялар бар. Оның бәрін қазір сақтап жүрміз. Ана қазақтың сөзі бар, ұлық болсаң кішік бол деген нәрсе ғой. Мінезде, адаммен қарым-қатынаста бәрі де осылай болу керек. Енді бір нәрсе сұрайын, мына бұрынғы мемлекеттік қызмет істері агенттігі өзінің шама-шарқынша жұмыс істеді ғой. Олар да өзінің имиджін қалыптастыру үшін көптеген, әсіресе олардың қатарына адам іріктеген кезде конкурспен алатын тұғын, байқау жасайтын тұғын. Ендігі жерде осы екі орган біріккен кезде, мысалы бұрын қаржы полициясында алынатын қызметке конкурсы mesela онша байқала бермейтін тұғын. Осы қалай шешіліп отыр қазір? Биыл міне ол рас, бұрын бұндай конкурс деген мәселе болған емес, құқық қорғау органына қабылданатын кезінде. Қазіргі биыл бірінші рет өткізіліп жатыр. Өзімізде өткенде осы қызметке келер алдын республикада алғашқы рет осындай конкурс жарияланып, сол конкурсқа қатыстық. Конкурс, мен айтайын, өте бір ерекше конкурс болды, қиын конкурс болды. Себебі 15 заң бойынша 225 сұраққа дұрыс жауап беру керек. Өзінің жаңағы пороговый значениесі бар. Сол 10 сұрақтан төмен болмау керек дұрыс жауабымыз. Жалпы айтқанда, сол 225 сұрақтың жауап беруіне 3 сағат уақыт бөлінді. Әрине біз енді мен прокуратура саласында істегендіктен алдын ойлаған, соның несін бәрін бір жеңіл жолмен өтетін шығар, себебі енді күнделікті жұмыс істеп жүргеннен кейін. Бірақ кейбір заңдар бойынша, мына кейін қосылған заңдар бойынша біраз қиыншылықты болды. Себебі енді жалпы бір 7-8 заңымыз бар, ол күнделікті аттестация кезінде де қолданып жүрген. Кейін қосылған заңдар бойынша дайындалу керек болды. Ол дайындалып, сол тесттен өтіп, ары қарай жаңағы медициналық немізді, денсаулықтың несін тексеріп, жаңағы ВВК комиссиясына жіберіп, ол жерден өттік. Одан ары қарай жаңағы полиграф дейді, бірінші рет ол да қолданып отыр. Полиграфтан да өттік алғашқы рет. Оны басында ойлағанбыз, полиграф енді ол адам өзінің несін бәрін шынын айтса, бәрі дұрыс болады. Әрине, ол жерде де біраз өзіне ерекшелігі бар. 3 сағатқа жоқ зерттеудің бәрі өтті. Одан өткеннен кейін біз жаңағы сол комиссияның конкурстың өзінің комиссия отырысы болды. Сол комиссияның шешімімен жаңағы президент әкімшілігіне кімнің сол немен өтіп, қандай қызметке баратын сол кезде шешілді. Өзіміздің департаментте қазіргі таңда бізде мына 16 әкімшілік жаңағы қызметшілердің несі конкурсы жарияланды. Жаңағы не бойынша, құқық қорғау органы бойынша 17 тұлға, мына жақта 16 тұлғаға жаңағы конкурс жарияланып, сол процедурамыз өтіп жатыр. Әрине қуанышты жағдай, сол 17 орынға 79 адам арыз берді. 79 адам, оның 68-і жаңағы конкурстың несімен зерттеп, жаңағы квалификационный требование дейміз ғой, солардың бәрін тексергеннен кейін 68 адам тестқа жолданды. Бірақ өкінішке орай, сол 68 адамның 16-сы тек тесттен өтті. Қалғаны өтпеді? Қалғаны өтпеді. Осыны сараптауға бола ма? Мысалы, қатысқан адамдардың осы жас шамасы, бұрын былай ғой енді, осы құқық органдары саласына көп адам қызмет еткісі келеді. Құштар болады біздің ата-аналар да соған балдар осындай үлкен қызмет істесін дегендіктен өзі билік, мансап, биік жартас деген ұғым қатар тұрады ғой.
осылардың құштарлығы қалай деп ойлайсыз? Шын мәнінде кәсіби шеберлер келеді ме? Бұлардың арасында да жоқ, нар тәуекелге басатындар бар ма? Енді мен өзім ойлағам, жаңағы конкурсқа берген нелердің қарағанда бұрынғы қаржы полицияның қызметкерлері болды. 5-6 жыл жаңа тергеуші болып істеп жүрген, алдыңғы жақсы қатарда жүрген қызметкерлер қатысты. Әрине оған біз енді қуандық, қайтадан осы қызметкерлер конкурспен ертең өтіп, сол қатарымызға қосылады деген сондай бір ниет болған. Өкінішке орай арамызда сондай жігіттерді өте алмай қалған жағдай болып отыр. Себебі енді айтып отырмын ғой, жаңа конкурстың бүгінгі талабы өте күшті, заңды, дұрыс, сол заңды бәріміз білуіміз керек. Сол жалпы бұл контингентін қарасақ, ол кезде жаңа сол бұрынғы қаржы полиция орган қызметкерлері, басқа құқық қорғау органының қызметкерлері, кейін жоғарғы оқу орнын бітірген қызметкерлер, солардың бәрі қатысты. Жаңа 79 адам деген, енді жалпы бір орынға қарай санасақ, жалпы 5 адамдай келіп отыр. Бірақ өкінішке орай сол тестқа неғылған кезінде жаңа 16 адам өтіп отыр. 23% ғой бұл айтқанда. Жақсы. Енді қалай болғанда кадрлы мамандардың сапалық деңгейі деген бұл органда ерекше болып тұрған байқалады. Қатал және қойылатын талапта жауапкершілікті өте зор екендігін. Жасыратыны жоқ қой. Үлгі өнеге көрсететін кісілер өздері үлгі болу керек көздерде. Соны және оның ар жағында толып атқан факторлар бар. Адами бар, басқа да заңдық тұрғыда және әділ болу деген тұрғыда да бар ғой. Енді бір нәрсе сұрайтынымыз осы. Мына орынға өздеріңіз енді өзі болған еді қызмет істеген мына А группысына көзқарасыңыз қалай осы А группысы дегенде? Біз енді бір кезде сынақ болды ғой. Сонда жасыратыны жоқ, әртүрлі пікірлер болды. Өмірлік бай тәжірибесі барлар 1 балл, 2 балл жетпей құлап қалды, сол қалай болады деген, олардың мол тәжірибесі сырылып қалып, тек қана заңды білетін адамдар жүгіріп келді ма, мына орынға деген сияқты ойлар болды ғой. Сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. А корпусына әрине бұны 2013 жылы жаңағы недергі заңдарға өзгерістер енгізіп, осындай жаңағы іріктеу болды. Үлкен жаңағы лауазымдағы қызметкерлер болды. Солардың бәрі осындай іріктеуде бүгін таңда, например, біздің облысымызда 179 баяғы саяси қызмет болса, қазір соның тек жаңағы 6-ы қалып отыр. Қалғаның бәрі жаңағы сол А корпусқа қатысқанда іріктеу кезінде жаңағы біраз кемшіліктер де болды. Жалпы сол ненің құрамы өте бір білікті, білімді азаматтармен қалыптастырды. Бірақ мен өзім ойлаймын, ол ары қарай жетілдіру керек тағы да. Себебі А корпустағы ол жаңағы тесттен өттім, неден өттім деп, сонымен болды ары қарай тоқтамай, заңның талабына сай, жаңағы жаңалықтар, енді заңмен өзгеріп жатыр ғой, сол жаңалықтарға сай жұмыс жасап, ары қарай, например, сол қызметкерлердің жыл сайын істеген жұмысына қорытынды баға беріп, сондай жұмыстар атқарылса деген сондай ниетіміз бар. Осы жаңа орган енді құзырлы орган болып отыр. Соның енді жұмыстың нәтижесі сыбайлас жемқорлыққа берілген оқиғаларды анықтау, деректерді біліп, солай баға беру өз алдына. Сіздер қазір қойып отқан кезде алдын алу деген, осы пәлекетке, осы сыбайлас жемқорлыққа бармаудың алдын алу деген мәселені қойып отырсыздар. Ол нені білдіреді? Қалай түсіндіресіз? Оның алдын алу деген, бұл айтқанда біз енді жалпы қоғамды соған бет бұрып қаратуымыз керек. Біз кеше мына жалпы осы 9-шы желтоқсан күні халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні болды. Сол күнге арнайы үлкен бір шара өткіздік, жаңа форум өткіздік. Форумға осы облысымыздың жастарын шақырдық. Жаңағы почти 1000-ға жуық жастар келді. Өте, мен өзім ойлаймын, бір жақсы шара өтті. Себебі ол жерде мен өзім баяндамамен осы жаңа құрылған агенттіктің талаптарын, жаңа департаменттің жұмысы, алдына қойылған мақсаттар туралы баяндама жасап, сыбайлас жемқорлыққа ертең қалай күресуіміз керек, қандай шаралар қолдануымыз керек. Соны өзіміздің осы бір қуанатын жай, осы жастарымыз өте бір белсенді қатысып, сол шарамыздың аяғына дейін қатысып, мен өзім ойлаймын, сол жастардың қазіргі таңда біз сол жастардан бастауымыз керек. Мүмкіншілік болса, балабақша кезіндегі тәрбиеден де бастасақ болады ма деп сондай пікірім бар. Балабақшадан бастап. Себебі ол кезде енді бала енді жаңағы мәліметтің бәрін жақсылап жаңағы қабыл алатын кезде мына мультфильм дейміз, жаңағы сондай бір темаға мультфильмдерді көрсетіп, сол кезден бастасақ та жаңылыспайтын шығармыз. Сол алдын ала күрестің енді негізгі шаралары өзіңіз білесіз, міне қоғаммен бірге жаңағы осындай Нұр Отан партиясы бар, осындай жастарымызбен алдын ала осындай көп мына өзіңіздің жаңағы басқарып жатқан телевидение
Тараз, Қазақстан Тараздың осы жерде жаңағы осындай сұхбат нелер ток-шоуларды өткізіп, сондай көп нәрсені біз алдын алып, осының бәрін жариялы түрде, осындай ашық түрде айтуымыз керек деп есептеймін. Оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар да бар ғой. Жүздеген ұйымдар бар. Олар да осы мәселемен айналысатындар бар. Оларды да қосуға болады. Олар да қатысу керек. Сондай жаңағы белсенді қатыссақ, мен ойлаймын, өзінің нәтижесін береді. Өзі ақ пен қара деген сияқты адалдық қой, елдің бәрінің түбі осы өлшем адалдық болу керек деген. Әрине, пиғыл деген бар, ниет деген бар, құлқын деген бар. Өзің азамат ретінде айтыңызшы, осы өркенді дамыдық, шүкір, барлық жағдай бар. Неге құмар болады адамдар осыны? Құлқын құмарлық деген қайдан шығады өзі? Әлде бір тізгінің бош кететін жері ме? Әлде болса құлқын құмарлық дегеннің өзі алдына шығып кететін кездері көп па? Осыны қалай түйуге болады? Осы жерде қоғамдық пікір қалай ескеріледі? Адамдар біледі ғой кімнің кім екенін. Енді қазақта айтады ғой, жаңағы періште алтын көрсе де жаңағы таяды. Періште ғой жолын таяды деген. Иә, сол сияқты енді қызмет барысында әрине өте көп жағдайлар болады. Өзіміз мен енді осы қаржы полиция саласында жұмыс істеген кезінде, арызданушы келген кезде мен ойлайтын едім, осы жаңағы арызданып келген адам шынымен де сол арызында көрсетілген уәждері сондай ма, или болмаса жаңағы сәл асырып көбейтіп жазып келіп жатыр ма деп. Бірақ өкінішке орай шұғыл іздестіру шаралар жүргізген кезінде біз соның бәрін қалай болатын жаңағы өзіміздің жоспарларды түзіп, сол жаңағы пара алушыды ұстаған кезде кейбір кезде таңғалатын жағдайлар бар. Таңғалатын жағдайлар бар. Енді бәріміз адамбыз, бәріміз түсінеміз. Болмайтын нәрсе үшін жаңағы адамды қайта-қайта жаңағы қайтарып, жұмсап. Әрине, адам бір рет барады, екі рет барады, шаршағандықтан барып ұсынады, пара ұсынады. Айтады, мен осы мен жұмысымды тындырып беріңіз. Мынандай бір болмайтын анықтаманы жаңағы жазып қол қойып беріңіз. Сондай нәрселерді көрген кезде, басшы қызметкерлер болсын, арада жүрген жаңағы жақсы мамандар болсын, солар сондай нәрсені көрген кезде өзін ұстай біліп, өзін ертең күні мына ағайын туыстың арасында, бала шағасының алдында қандай дәрежеде болатын сондай нәрсені ойға салу керек деп ойлаймын. Оны кейбір біз пендешілікке бұра саламыз ғой. Әттеген пендешілік жасап қойған екен деп. Сол ара адамдар мысалы енді үлгі тұту үшін, мысалы жасыратын жоқ, осы жылдары, былтырлары шықты ғой енді. Кім сондай сыбайлас жемқорлыққа итермелейтін, сондай әрекетке баруға мәжбүрлейтін фактілерді айтқан адамдарға сыйақы береміз деген. Осы нәтиже берді ме? Берді. Ол өзінің бір оңды нәтижесін берді. Бұрын енді көп мәселе жаңағы жалпы былай енді не қылсақ, қазір соның бәрі жарияланған екен, үкіметтің қаулысы шыққаннан кейін, оны біз осындай телевидение арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткіздік. Содан өзінің бір эффектін берді. Адамдар келе бастады. Себебі біз ол кезде қабылдаған кезде де айтамыз. Сендер жаңа ойбай ақша береді екен, ашын арыз барып жазсам, ақша береді екен деп ойламаңыздар. Неге? Себебі ол арыз өзінің дәлелін табу керек. Сол жаңа сыбайлас жемқорлыққа, қылмысқа барып жатқан адам әшкерелену керек. Ол соттың үкімімен ертең сотталып, заңды күшіне ену керек. Тек содан кейін сол ақша бөлінеді деген кезінде, сол азамат болсын, азаматшалар болсын, ол өзінің жаңағы несін дәлелдеп, сол жаңағы сыбайлас жемқорлыққа барған өкінішке орай осы лауазымды қызметкерлер сотталғандықтан олар өзінің жаңағы несін алып отырды, қаражатын. Мәке, өмір ғой, өмірде болғаннан кейін жиын болады, той болады деген сияқты. Тойға жиі барасыз ба? Тойға енді шынымды айтсам, мен өзім көп бара алмаймын, себебі қызметтеміз, жұмыстамыз. Бірақ енді ағайын туыс бар, жора жолдас бар, ол жерге енді көбінше келіншегімді жіберемін. Мен сұрайын деп отырғанмын, кейбірде әртүрлі мерейтойы басқа болады. Мемлекеттік қызметшінің той үстінде көлік алып жатқаны, басқа да сый-сияпат алып жатқаны, бұл заңды ма жоқ, оның имиджін қалыптастыруға кері әсерін тигізе ме? Енді қазіргі таңда біз енді мына оңтүстік өнер дейміз ғой, жаңағы көп тойларды байқаймын. Енді естемін жаңағы 50 жасқа толып жатыр екен, 60 жасқа, 70 жасқа тойлап жатыр екен, соған көлік атап жатыр екен деп. Бірақ оны кейін былай зерттеп қарасақ, көлікті атап жатқан адамдар негізі ол өзінің туыстары, бауырлары, жолдастары. Оған мен ойлаймын, ешқандай бір заң шеңберінде бір не жоқ шығар. Енді ағайын туыс жаңағы тапқаның тойға жарады дейді ғой. Иә. Сондай бір өздерінің сондай бір ықыласымен, ниетімен сонда сыйлық атайтын шығар деп ойлаймын. Осыдан біраз жыл бұрын, 6-7 жыл бұрын ба осында жалпы аудан әкімдері бір ауданнан бірге ауысқан кезде, аудан әкім деп отырған мемлекеттік қызмет, саяси қызметкер ғой қазір, ау корпусында өтіп отырған.
Солардың бәрі ауыз асасымен құрметті азамат аталатындығын. Осы қаншалықты этикаға келеді осы? Бұны енді қарау керек енді. Ол әрине бір ауданға барып, жаңа бір жыл істеп, 2 жыл бір жыл істеп, 2 жыл істеп, ол құрметті азамат алғаны, ол этикаға сай келмейді деп ойлаймын. Оған да қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Оған не қажеті бар оны? Ол енді құрметті азамат білеміз, бәріміз сол ауданның тұрғыны, болмаса сол ауданда бір 10 жыл, 15 жыл бір еңбек сіңіріп, болмаса бір 3-4 жылдың ішінде бір қосқан үлесі бір күрделі, бір сондай бір есте қалатындай, сол бір ауданның несіне бір жақсы бір несін келтірген болса, сондай кезде ұсынуға болатын шығар деп. Жалпы атақ үшін жаңағы мен сол жерде істеген едім, соны алу керек деп, ол мен ойлаймын дұрыс емес. Дұрыс. Енді мұндай үлкен салада істеп отқаннан кейін жаңа мемлекеттік қызметші қарау дегеннің өзі халыққа өте жақын нәрсе. Халықтың тілегі де осы. Кейбір жасымда шенеунік деп аударамыз, ол дәлді келе бермейді, кейбір чиновник дегеніміз көз дәл келе бермейді. Мемлекеттік қызметші ғой. Осы мемлекеттік қызметшілер деген кезде, мысалы, соның ішінде мысалы өзіңіз қадырып отқан, сіздің өзіңізді білгісі келеді. Рухани, мәдени жағынан, мысалы, кітап оқу сіздің, басқа да әуесқойлық бар, хобби деп атамыз ғой. Жалпы өзіңіз бұл жағына қалайсыз? Менің енді хоббиім бұл енді негізінде жұмыс. Жұмыстан артық енді несін жасырамыз. Осы жас кезімізден осы жұмысқа тем более мынандай құқық қорғау органы, жаңа прокуратура саласында істегендіктен 9-дан ерте, 10-нан ерте үйге қайтпаймыз. Осы жұмысқа берілгендіктен ба, мен өзім ойлаймын, осының арқасында шығар, осындай дәрежеге жетіп, осындай үлкен лауазымдарға ие болып жатқанымыз. Менің негізгі жұмысым, хоббиім осы жұмыс. Жұмыс стиліңізден сұрауға бола ма? Болады. Талапшылдық, қарапайымдылық, сонымен бірге обал сауапты терең түсінетін адам деп айтуыма бола ма? Әрине айтуыңызға болады. Себебі енді маған ол мына бұрынғы прокуратура саласындағы істеген кезімдегі тәжірибе шығар. Әрине ол жұмыс болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Көбінше бізге жаңағы келеді, жаңа ойбай пәленше детсадта, пәленше мектепте жаңағы үйтіп жатыр деген әртүрлі мәліметтер келеді. Сол кезде мен айтамын, не керегі бар оны жаңағы біз ол үшін показатель істемей қояйық, көрсеткішімізді жаңағы. Болмаса жаңағы ана жерде бір осындай бір болмайтын ұсақ тұяқпен не болып жатыр деп. Мен айтамын, ондай кезде біз барып алдын ала барып сол жерде жиналыс деп ашық айтайық оны. Мынандай арыздар келіп жатыр, мынандай мәліметтер келіп жатыр. Осы сіздердің мектептеріңізде, мына балабақшаларыңызда алып жатқан жағдай. Болмаса басқа мекемеде болса да барып алдын ала айтамыз. Біз міне осындай жағдайға ертең ұшырап қалмаңдар. Біз ескертеміз. Міне осындай нелер болып жатыр. Қойыңдар, тыйылыңдар деп. Егер одан нәтиже шығармаса, енді ары қарай өз обалы өздеріне деп ойлаймын. Жақсы. Енді сізде де ағайын бар, дос бар, араласатын жолдастарыңыз бар. Солардың ықпалы қалай болады сізге? Қызметіңізге және жеке өміріңізге? Мен енді басынан жаңа айттым, Сарыағаш мен өзім туған елім, сол жерге ауданның прокуроры тағайындаған кезінде мен бір шетінен қуандым. Елге абыроймен жаңағы қызметке барамын деп. Екінші жағы ойладым, маған қиын болады. Себебі өзім туған өскен жерім, жаңа айтып отырсыз, ағайын бар, жолдас бар, туыс бар деп. Бірақ бара салып мен жаңағы осы өздеріңіз телевидение арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сондай бір жаңағы немізді өзімнің жаңа көзқарасымды мен ол жерге жаңағы сендердің бір нелеріңді шешуге емес, тек заңды орнату, осы заңды қадағалау ретінде сондай жұмысқа келгенмін деп басынан жаңағы не дейді жаңа балтаның басынан шаптық дегенде сондай жағдайға өзім басынан дұрыс жұмысты солай жүйеге қойдым. Сол жүйемен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ ол да оңай емес кейбірде. Ол да оңай емес. Ренжиді, не қылады, бірақ маған ол жаспын әлі. Мен талай жұмыс істеуім керек әлі. Әлі өсемін деген ниетіміз бар. Сол себептен ондай жаңағы неге мен айтамын. Заң бойынша қалады. Мен бір-екі сол жерде оқиғалар болды. Әрине, оларда маған бір жақындық жағы болды, несі болды. Енді адам құқық бұзушылық жасап жатса, қылмыс жасап жатса, оны былай алып қалу, көмектесу деген ондай мәселелерге мен немқұрайлы қараймын. Поэтому сол заң бойынша өздерінің жазасын алып жүрді. Бәрекелді. Көлік жүргізесіз ғой? Автокөлікті айтып отырмын. Өзіңіздің автокөлігіңіз бар ма? Көлігім бар. Көлігім бар. Оны көлікті сұрап отырған, бізде енді кейбір жасыратын жоқ қой. Нұр Отан партиясы сондай рейд жасап жатады. Таңертеңгі сағат 8-де өңкей жаңа шенеуніктердің мәшинесінің бәрі балабақшаның алдында отырады деген. Осын қатты қарайсыздар ма? Иә, осы келгеннен бері мен өткенде рейд жасаттым, 2-3 күн осындай қызметтік көлікті өз пайдасына жаңағы жұмсатып жүрген.
жасырмай қояйын, ондай оқиғалар болды. Бір 7-8 осы мемлекеттік қызметшілердің көліктері балабақшаға барады, мектепке барады, болмаса үйіндегі жаңағы жұбайларының несін ары-бері жаңағы тасып жүрген жағдай болды. Бірақ біз бірінші кездерінде оның бәріне ескерту ретінде, сондай профилактика ретінде ескерттік жаңағы. Ары қарай жаңағы тоқталмайтын болса, қайталанатын болса, сондай жағдайлар, онда бізде жаңа заңға сәйкес шара көреміз. Шектен шығып бара жатса өзіңіз белгілі ғой өзі. Өткен мен сұрап отырған Мақсат Аманқұлұлы, ол енді бәрі елдің көз алдындағы нәрсе ғой, елдің айтатыны ғой. Халық білу керек қой. Ана бір үлкен қария бала немересін жетектеп дырылдап, батпағы бар, су бар келе жатыр. Ол ана сылқым мәшинеден, кербез мәшинеден түсіп жатқаннан кейін мүлдем басқаша әсер етеді. Содан ақ пікір қалыптасады. Ол жақсы адам болуы мүмкін, жақсы маман болу керек екен. Енді даже мемлекеттік номерларын өзгертіп, сөйтіп жүргенде шоферлар кездесіп жатыр жаңағы. Біреулер вообще сол жаңағы өзінің белгіленген мемлекеттік номер машинасын солмен жүреді, жаңағы ешнәрседен сескенбей, тартынбай жаңағы. Бірақ ондай жұмыс уже басталды, жүріп жатыр, ол ары қарай да жүріп тұрады. Бірақ бірінші этапында біз енді бәріне жаңағы ескерту жаңағы не қылып, алдын алып айттық. Кейінгі қайталанған жағдайда онда уже оның бәрі жарияланады, оған шара көріледі. Әй дейтін әже болу керек, қой дейтін қожа болу керек дейсіз, онда дақсы. Енді біздің хабарымызға қатысып отырған хабардың өзінің табиғатына келетін нәрсен, енді өзіңіз арызыңызда тірегіңіз, енді ата-анаңыз бар, отбасыңыз бар, бір ауыз сөз айтсаңыз, отбасыңызбен осында тұрасыз ғой қазір. Менің шыққан жерім енді Қазақи орта. Әкем осы 17 жыл аудандық жаңағы емхананың бас дәрігері болып істеді. Сол 87 жылы жаңағы 47 жасында дүниеден етті. Қазіргі таңда біз енді бір қыз, 5 ұлмыз, жалпы 6-мыз семьяда. Әкеміздің жолын қуып дәрігер, медколледждің директоры. Қалған 5 ұлдың бәрі заңгер. Анам бар, ол кісі 75-те биыл құдай қаласа. Сол зейнеткерлікте ауылда тұрады. Өзім бір қызым мен бір ұлым бар. Екеуі де студент, Алматы қаласында оқиды. Жалпы осы жаңағы жұбайымыз екеуміз Тараз қаласында жұмысқа байланысты көшінде көшіп келіп осы жерде өмір сүріп жатырмыз. Бір ғана сұрақ, осы журналистер қауымы міндетті түрде сұрайды. Соңғы оқыған кітабыңызды айтыңызшы деген сұрақ болады. Бізге жақын болуыңыз үшін оқыған кітап, қай жазушыны, қай ақынды ерекше жақсы көресіз? Біз енді мына негізінде айтып жатыр, мен енді өзім заңгер болғандықтан көбінше жаңағы Юлиан Симоновтың кітабын оқимын, детектив шығармаларды оқимын. Әрине қазақша жаңа Абай жолын оқыдық, сондай нелерді уақыт болып бос кезде оған да көңіл бөлеміз. Әрине, өскен ортаңыздың өзі қалың өнер адамдардың ортасы ғой, жаңа Сарыағашта болса, өзіңіз қызмет еткен оңтүстік өңірдің бәрі. Кешегі сыр өңірінде жасадыңыздар. Қазақи мәдениет, ұлттық салт, ұлттық дәстүр деген бізде басқаша ғой сол. Сіздің бойыңызда бар екен, мен де сезіп отырмын сондықтан да. Бір ауыз түйін деп айтсаңыз, осы хабарға қатысқан енді мақсатымыз сізді бір жағынан таныстырып, сіздің жеке көзқарас ойларыңыз білемін ортақ нәрсеге. Адам жаман әдеттен аулақ болу үшін қандай қасиеттерді ұстану керек деп ойлайсыз? Адам жаман қасиеттен аулақ болу үшін бірінші өзім ойлаймын, ол құдайшылықты ұмытпау керек. Себебі бәріміз енді Алланың жолында жүрген адамбыз. Әр нәрсенің бұл дүниеде мен өзім ойлаймын, бір қайтар дүние деген сөз бар. Ондай сол үшін өзім осы уақытқа шейін осы бір күн өтсе, осы күнде мен қандай жақсылық істедім деп, сондай бір өзіме есеп беремін. Көбінше енді ол адам өзіне байланысты. Ол кейбіреулер бар, жаңағы не дейді, біле тұра жаңағы біреуге қастандық жасағысы келеді, біле тұра біреудің үстінен жаңағы арыз жазылады, жаңағы жала жапқысы келеді. Сондайларға ол енді мен өзім ойлаймын, адам деген дүниеге бір рет келеді, ол дүниеге келгеннен кейін сол өмірді бір таза, әдемі өмір сүру керек. Дұрыс айтасыз. Өмір деген айнаға да адам тура қарау керек қой. Бақа, әңгімеңізге рахмет. Бүгінгі сұхбатымыздан сізге осы жаңадан құрылып жатқан мемлекеттік органның қызметі туралы хабардар болды деймін. Өзіңізді жақсы таныстырып өтті деп ойлаймыз. Хабарымызға арнайы шақыруымызды қабыл алғаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге бар уақытта сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет.